Тағдыр жолы деректі фильмінің түсірілім тобы Роза Бағланова атындағы Қазақ концертте. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі кейіпкеріміз өнер адамы. Танымал музыкант, мультиинструменталист, композитор. Саз and Soul тобының көркемдік жетекшісі Әділжан Толықбаев. Джаз, фанк, фольклор, классика. Кейіпкеріміздің шығармашылығын айшықтайтын музыка әлемі шексіз. Өмірін өнермен өрнектеген жанға берілген талант та сондай. Музыкалық аспаптардың үні естіліп тұр, демек Саз and Soul тобы дайындықта. Жүріңіздер, бірге көрейік. Демалып ал. Ай, хош, сырғалам, кет. 120 тем, кет. Даймыз ба? Белгілі Саз and Soul тобы Әділжан Толықбаевтың бастамасымен Алматыда құрылады. Кейін жоба Қазақ концерттің сол кездегі басшысы Жеңіс Сейдоллаұлының қолдауымен Астанада жалғасын табады. Бүгінде 10 жылдық тарихы бар топта белді музыканттар өнер көрсетеді. Бағыты қазақ музыкасы мен шетел музыкасының синтезі. Ерекше атмосфераның куәсі болып отырып, топ мүшелерін әңгімеге тарттым. Бұл жоба олардың өмірін қалай өзгертті, не берді деген сауалды қойып, тұшымды жауапты алып үлгердім. Егер қысқа айтатын болсақ, бұл екінші семьямыздай. Бәріміз осы жерден тек қана жұмыста, тек қана сахнада емес, өмірде де бірге жүріп, бірге бүткіл әлемдегі жаңалықтар қарсы алып, бірге дамып, бірге өсіп келе жатырмыз. Бір отбасысыздар, иә? Тамаша, сіз үшін? Мен үшін ол әрдайым бір ізденіс, әрдайым музыканың жаңа лебін іздеу, жаңа толқын көру. Сол? Бәрекелді, рахмет. Сізден сұрағым келіп тұр? Мен үшін, енді мен қысқаша айтайын. Мен үшін Саз and Soul бұл таза өнер. 7 жылға жуық уақыт болып қалды Саз and Soul тобының әншісі ретінде жүргеніме. Сондықтан 7 жыл өте бақытты адаммын. Әділжан өзі де біледі, мен әрдайым айтып жүремін. Қазіргі уақытта жалпы Әділжанмен жұмыс істеу ол үлкен бақыт жалпы музыканттар үшін, мен үшін. Өйткені мен ойлаймын, ертең бұл тарихта қалатын адам. Бұл кісінің жалпы творчествосы, бұл кісінің шығармашылығы, бұл кісінің жан дүниесі, бұл кісінің таланты бұл бірден бір адамға беріле бермейді. Сондықтан біз үшін Әділжан қолымызда бар бақыт. Сол бақытты қолымызда аялап жүруге біз бар күшімізді саламыз. Ал мен үшін Саз and Soul шабыт, қысқа айтқанда. Әділжан Мырзаның өзінен сұрайықшы, сіз үшін не Саз and Soul? Мен үшін халықты рухани байытатын құралдардың бірі деп ойлаймын. Келді, көп рахмет. Өмірінің мәні мен сәніне айналған өнер жетістіктерге жетелеп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. Бүгінде Әділжан Толықбаев есімі көпке мәлім. Кейіпкеріміздің өнер жолына қалай келгені маған қызық болды. Өзі айтсын. Мен туылмай жатып, әкем менің музыкант болатынымды білген. Өкінішке орай өзі бала кезде кәсіби оқи алмағандықтан, қайтсем де баламды оқытам деп, 1987 жылы туыла салып, Алматыға қарай жақынырақ Талдықорған қаласына көштік. Әкем музыкант, жалпы аспаптарға деген сүйіспеншілік әкемнен берілді.
скрипка болсын, қолына ұстаған нәрсесін әкем ойнай кетеді. Анам мұғалім, химия, биология пәнінің, өзімнен 3 жас кіші қарындасым бар. Осы бала кезден әкемнің аспапта ойнаған, анамның ән айтқан тыңдап өстік. Осы нәрсе де музыкант болуыма, мен музыкант болып қалыптасуыма үлкен септік тигізді. 5 жасымда Алматыда Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатқа келіп, скрипка сыныбына түсірді. Сол мектепте 12 жыл дәріс алдым. Үйді қатты сағынады. 1-2 сыныпта оқып жүрген кезде мамам Талдықорғаннан апта сайын келіп, ол кісінің де сағынышы басылмайтын. Өмірімде Құдайға шүкір өте мықты мамандар кездесті. Сондай мамандардың бірі қазақтың бірінші скрипкашы қызы Қожамқұлова Балым Серәлі қызы маған сабақ берді. Тек енді әрине музыкант ретінде ғана емес, ол кісі әйгілі Серәлі Қожамқұловтың қызы болғандықтан үлкен бір аристократ музыкант деді. Көп нәрсені үйретті. Басқа да мұғалімдерім фортепиано пәндерінен, сольфеджио, гармония секілді сабақтың мұғалімдері өте мықты мамандар болды. Сол 5-6 сыныптан бастап ақырындап музыка жаза бастадым. Фортепиано болсын, скрипка, домбыра, басқа аспаптарға да жазып көріп, оларды орындатып дегендей. Кейін өсе келе кәсіби түрде дайындалып күрделі музыкаларды жаза бастадым. Сол мектеп бітіріп жатқан кезде фортепианоға арналған 5 шығармадан тұратын бір жинақ шығарған болатын. Сол жинақ орындаушылардың арасында өзінің бір жеке орнын тауып, хитқа айланып кетті десем де болады. Сол сәттен бастап консерваторияға композиторлық оқуға түсемін деп шешкен болатын. Қосымша әрине скрипкамды да тастамадым. Бірақ 2 маман скрипкада өзінше күрделі маман, композиторлықта күрделі маман екеуін бірге алып жүру оңай болған жоқ. Сол себепті композиторлықпен айналсам деп скрипканы тастауға мәжбүр болдым. Студенттік кезде, студенттік қыз өте қызықты өтті. Студенттік кезде үлкен музыканттармен танысып, сондай керемет музыкант, композиторлардың бірі Қуат Шілдебаев ағамыз болатын. Ол кісіден де көп нәрсе үйреніп, дәріс алып, жалпы енді өзімді Қуат Шілдебаевтың шәкіртімін деп есептеймін. Студенттік шақта тек сабақ қана оқып қоймай, той-томалақтарда музыкант болып жұмыс істедім көп. Енді ол жеке табыс қой. Ол жерлерден де әрине көп дәріс алдым өзіме дейтін. Үлкен жақсы музыканттармен бірге жұмыс істеп, эстрадалық музыкаға кішкене бет бұра бастадым. Жалпы біздің мақсатымыз халқымызды рухани байыту. Оны эстрадалық музыка арқылы жасау жеңіл. Сол себепті эстрадалық музыкаға да жеңіл қарамай, бір терең оймен қарап, ол эстрадалық музыка интеллектуалды эстрада музыка болу керек деп санадым, және де әрдайым санап келе жатырмын. Сондай бір күрделі интеллектуалды эстрадалық музыкаға музыка жаза бастадым. Ол енді қазақтың әндері, халық әндері, Кеңес одағының дәуіріндегі әндері. Сол әндерді кәсіби түрде басқа да бір ансамбльдерге, жеке аспаптарға да өңдеп көріп, синтез дейді ғой. Эстрадалық музыка мен классикалық музыканың синтезін табуға тырыстым. Космостан бір сигнал келеді. Біз тек тасымалдаушы ретінде ғана білмеймін, өзімді сөйтіп санаймын. Бір жоғарыдан бір әуендер, жаңа дыбыстар келеді. Енді соны біздің мақсат сауатты түрде әшекейлеу, әрлеу, өнер адамдар үшін, композиторлар үшін әсіресе шығарған туындың халықтың жүрегінен орын алды, ойына бір ой салды. Сол ой салса, бізге ең маңызды нәрселердің бірі сол деп ойлаймын.
өмірлік шығармашылық жолда көп адамдармен жұмыс істедім, көп адамдардан дәріс алдым. Сол адамдарымды айта кетсем, бірінші тұлғалардың бірі мен үшін менің мұғалімім Ринат Гайсин секілді азаматтармен жұмыс істеп, ол кісілерден дәріс алып, сол секілді сондай бір жақсы тұлғалардың бірі Айгүл Үлкенбаева секілді, өзіміздің Димаш Құдайберген, Сәкен Майғазиев, Ерлан Бекчурин секілді адамдармен көп жұмыс жасадық, сахналас болдық. Ол кісілерге әрине үлкен рахмет. Өнер дегенде бәрін беретін азаматтардың бірі Назар Шарханұлы, Сәкен Битай, Бейбіт Мұсалимов секілді азаматтар әрдайым бізді қолдап. Клипімізді түсірісіп беріп дегенде, осындай азаматтар әрқашан жанымыздан табылатын. Шығармашылық жетістіктерім туралы айта кетсем, қазіргі таңда шетелде орындалып жатырмын. Димаш Құдайберген бауырымызбен творчестволық жұмыстамыз. Жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Осы жуықта «Паралимпиец» атты фильмінің композиторы болдым. Онымен қатар 2 жыл бұрын Батырхан Шүкенов ағамыздың әндер жинағының нотасын жазған болатынмын. Алға қойған жоспарларымыз көп. Қызық концерттің қолдауымен гастрольдік сапарларға шығу, өзіміздің қазақ музыкасын тек елімізде ғана емес, шет елдерде таныту. Белгілі музыкант ұжымының қадірлісі, әріптес достары сый құрметке бөленіп жүрген Әділжанның кәсібилігінен бөлек бойындағы ізгі қасиеттерін де тілге тиек етті. Роза Бағлановадай апамыздың есіміне берілген біздің қазақ концерт мекемесінде қара шаңырағында, эстрада өнерінің қара шаңырағында осы ұжымда мен де бір маман болып жұмыс жасап жатырмын. Бұл баршамыз үшін үлкен бақыт. Әділжан Толықбаевта сол ұжымның, сол эстрада өнерінің қара шаңырақ деген атауына лайық өнерпаздың бірі. Мульти-инструменталист, ойнай алмайтын инструменті мен ойлаймын жоқ деп. Бұл да әрбір жұмырбасты пендеге беріле беретін ондай қасиет, талант емес. Сондықтан да осындай менің ұжымдас, осындай бауырым бар екеніне біріншіден өз басым қуаныштымын. Бұл біздің ұлттың эстрадалық өнер жағындағы үлкен бір болашақ мақтанышына айналатынына өзімнің сенімім зор. Жанр, стиль талғамайды. Мейлі ол джаз тарапы болсын, жай поп музыка болсын, классикалық дәстүр болсын, ұлттық аспаптарды да бәрі өте сондай сезімтал жігіт. Керек жерінде өзінің бір сұранып тұрған бір әдемі бір гармониялық аккордтық мәселелерін өте әдемі қоса алады. Оған бір ерекше түйсік керек, сондай түйсіктің иесі ол. Одан кейін ол мысалы оркестрмен ойналып жатады, бэндпен ойналып жатады, үрмелі, шекті аспаптар. Оның барлығы ойналуы бөлек, оның алдын ала аранжменті
ол электронды түрде болсын немесе партитуралық нотамен жазылу болсын, оның бәріне біздің Әділжан сияқты бауырымыз ол универсал, былай да жаңағы өзінің 8 қырлы жігіт екенін дәлелдеген жігіттердің бірі. Әділжан қашанда қай кезеңде болсын, қандай іс-шара болмасын, әрдайым сұранысқа зор маман, бауырым. Ары қарай да осы қазақ өнерінің, қазақ эстрада өнерінің шарықтауына, дамуына үлесін қоса берсін. Осындай мамандарымыз көп болсын деп тілегім келеді. Ең бетке ұстар, өте талантты, өте тәжірибеге мол музыканттардың бірі мен көрген. Әділжан мен біздің жетекшіміз ретінде қатты сыйлаймыз. Әрбір концертте болсын, репетицияда болсын, қашанда болсын, өзінің ағалық ақылын, жалпы өзінің тәжірибесімен бөлісіп, әрқашан жол көрсетуге тырысады бізге. Лондон қаласына бардық бірге. Әділжан бәріміз Камерата Қазақстан камералық оркестрмен бірге. Түрксип деген киноның жалпы музыкасын Қуат ағамызбен бірге Әділжан екеуі бірге отырып жазған болатын. 1,5 сағаттық тоқтамай орындалатын үлкен саундтрек. 39 жылы Түрксип фильмі, 39 жылы жалпы Қазақстанның өңірінде темір жолдың қалай салынғаны туралы кино баянымыз ғой. Соны оркестрдің сүйемелдеуімен үлкен жаңағы қобызбен, сыбызғымен, домбырамен, оркестрмен, Әділжан өзі домбырада және рояльде өнер көрсетті. Әділжан ағамыз ғой, енді қалжыңдасамыз, ойнаймыз енді. Бірақ әрқашанда енді ойын күлкімен өтеді біздің концерттер жалпы. Қанша гастрольдеріміз болсын, гастрольдік сапармен бардық, Димаштың концерттеріне қанша бардық. Әрқашанда шетелдің музыканттарымен көп жұмыс істедік. Жалпы жоспарымыз көп, алда концерттеріміз болсын, жеке концерттеріміз болсын. Мен Әділжанның шығармашылығын неге жақсы көрем? Ол тек қана заманауи және шетелдің үлкен-үлкен музыкасымен ғана өскен жігіт емес, ол өзіміздің қазақ музыкасын, қазақ әндерін, эстрада әндерінде керемет жақсы көреді және оның өңдеуіндегі сол әндер басқаша естіледі. Және де мен өзімде плейлистінде Әділжанның жасаған көптеген жұмыстары бар. Мен үшін, мен былай айтайын, бірнеше Әділжанның жұмыстары халық әндеріне жасаған обработкалар дейді ғой, өңдеулері кезінде көзімді ашқан деп айтуға болады. Неге? Өйткені біздің де өз шығармаларымызды осы тұстан көруге, осы тұстан естуге болатынын сол кезде түсіндік. Және де оның япырайы қандай керемет, Құсне Қорланы қандай керемет, және қаншама эстрадалық әндері бар, өзінің шығармалары қандай күшті, киноға жазған музыкалар. Енді әрдайым ойланып жүреміз біз, қашан бірге жұмыс жасаймыз деп. Оның шығармашылығына дөп түсетіндей, оң жамбасына, ыңғайына келетіндей бір керемет бір шығарма табылған кезде біз міндетті түрде жұмыс жасаймыз деген үлкен арманымыз бар, үлкен жоспарымыз бар. Сосын мен Әділжанның ең басты музыкаға деген, өнерге деген өзінің бойындағы талантына жаппай сеніп, үлкен еңбек жасап жүргеніне қатты таңғаламын. Неге? Өйткені біз көршіміз ғой. Олардың үйлерінде музыка мүлдем тоқтамайды. Қыздары да музыканы жақсы көреді. Біздің де үйде солай. Және де олар таңғы 4-те, таңғы 5-те жұмыс жасап жатқанын біз естіп жатамыз. Әрине, кейде ол қиын болып жатады. Өздері де айтады, не болды, ұйқы бермедік пе дейді. Иә дейміз. Бірақ оның сосын результатын көрген кезде, сахнадан балет жазған кезде Шырын екеуі, оның барлығы үлкен еңбектің сондай бір деңгейге шыққан кездегі, ойлайсың, сенің бір ұйқыңның мазалағаны ол ештеңе етпейді. Әділжанның жұбайы Шырынмен сұхбаттасудың сәті түсті. Қалай таныстыңыздар? Сол жайлы айтып берсеңіз. Әділжан екеуміз 2011 жылы танысқанбыз. Танысқанымызға 13 жыл болыпты. Мен ол кезде әкемнің 50 жас мерейтойына дайындалып жүргем.
өзім композитор болғанмен әкеме ән арнайым деп шештім. Сол әнге маған өте бір әдемі, күшті аранжировка керек болды. Әділжан екеуміз әкемізге әнімді арнап, мен сол әнді әкемнің мерейтойында айтып, содан кейін бір жылға Санкт-Петербург қаласына оқуымды жалғастыруға кеттім. Сол бір жыл өткеннен кейін еліме оралдым. Енді жас композитор болғаннан кейін жұмыс іздедім, жұмыс керек болды. Сонда Әділжаннан маған ұсыныс келді. Белгілі режиссер Рустем Абдрашев өзінің кинофильміне композитор іздеп жүрген. Сол кезде Әділжан жайлы естіп, Әділжанға осы менің кинома музыка жазасың ба деп сондай ұсыныспен келді. Бірақ ол киноға оркестрге партитура жазу керек болды. Сол кезде менің көмегім дәл керек болды. Сонымен Әділжан екеуміз осы кинодан бастап екеуміздің достығымыз басталды, және де шығармашылық өміріміз дегендей деп айтуға болатын шығар. Солай танысып, достасып, жұмыс істеп, бірге қол ұстасып бүгінгі күнге дейін ажыраспадық. Негізі әкеме ән арнап жүрген кезінде Әділжанға бірден назар аудардым. Бір ұшқын сол кезде пайда болды, иә? Иә, бірақ енді оқуымды жалғастыру керек болды. Ресейге оралдым. Бірақ Әділжан маған ең бірінші кезден ұнап қалды. Өзі сондай өте адам ретінде жақсы, музыкант ретінде енді керемет. Осылайша қос сазгер арасындағы достық махаббатқа ұласады. Әділжан мен Шырын қол ұстасып, отбасылық өмірге қадам басады. Түсіністік пен сыйластық, қолдау мен қамқорлық үйлесім тапқан шаңырақ шаттыққа толы. Отасқандарына 8 жылдың жүзі болыпты, ал сезім әлі сол баяғыдай. Бір көргенден ұнаттық қой. Мен өзім енді кішкене Көп сөйлемеймін десің. Иә, өзі кішкене білмеймін, тәрбием сондай ма, андай сезімімді көрсетіп, болмаса сезім туралы айтуды өзім аса ұната бермейтін адаммын. Бірақ енді әрине бір көргенден ғашық болдым. Шырын айналайын. Әнімізде, сәнімізде жарасып, істеген жұмысымызда жарасып бірге жетістіктерге жете бастағаннан кейін әрине өмірде бір-бірімізді жақсы түсінсеміз деген ой бір сәттен келді. Мен шығармашылығымды түсініп, музыкамды ұнатып, маған сол өте маңызды болды. Мен қасымда сондай адам болса екен, музыкант, композитор деп енді ойлаған жоқпын өмірімде, композиторды кездестірем деп, бірақ тіпті жақсы болды. Ең бірінші жазған туындыларымды бәрін Әділжанға көрсетем. Әділжанға ұнамаса ешкімге көрсетпеймін. Бүгінде 3 қыз өсіріп отырған ерлі зайыпты көпке үлгі. Жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан қыздарының тәрбиесіне жіті көңіл бөліп, бірге уақыт өткізуге тырысады. Балым, Дина, Аяла есімді кішкентай ханшайымдар өнерлі болып өсіп келеді. Суретті жақсы салып, болашақта аниматор боламыз дейді. Би билеп ән айтуды да ұнатады екен. Мен бақыттымын. Алла берген 3 қызым бар, жолдасым қасында әрдайым. Бақытты отбасымыздың құпиясы бір-бірімізбен сөйлесуде шығар деп ойлаймын. Әрдайым ұнамайтын нәрселері болса, соны бір-бірімізге естіртіп дегендей айтып соны. Қалжыңдасқанды жақсы көреміз, әзілдесеміз әрқашанда. Әділжан бір күлкінішті бір нәрсе айтады, маған сол күлкілі, иә. Сол қасиет ұнайды маған Әділжанның. Әділжан мен ұрсайын десем де ұрса алмаймын, әрқашанда мені күлдіртіп жүреді. Кешке жақын гитараны алып қыздармен 4-5 отырамыз да ән айтамыз. Сондай бір дәстүріміз бар. Балет жазғам, бір үлкен дүние өмірге келді. Сол кезде Әділжанның қолдауы көп болды, шынымен де.
балаларға да қарады, мектепке де апарды. Мен үлгермегенде жаңағыдай тамақ пісірді. Әйтеуір балетімді жаздым Әділжанның арқасында. Балеттің аты Жеті қазына. Өткен жылы мен Астана балет ұйымдастырған конкурста 1-ші орын алғам. Сол балетпен 1 мая сахнада премьерасы болған. Сол енді менің ойымша Әділжан осылай мен түсінбегенде мен үйтіп жаза алмаушы едім. Бірақ Әділжан шығармашылығымды қолдап, сенде бәрі қолынан келеді, сен күшті музыка жазасың деп күш қуат береді. Қыздар кішкентай кезде әлі біз шетелге шығатын мүмкіндігіміз болған жоқ, бірақ енді қазір жоспарлап жатырмыз. Бәріміз бір теңіздің алдына барып демалып жатсақ деген арманымыз бар. Арман көп әрине. Үлкен отбасы болсақ деп, кеңейсек па деп, жағдайымызды түзетіп дегендей. Әке шешелеріміз зейнет жасына келіп қалды. Сол кісілердің қасымызға алып. Қыздар айтады, енді бізге кішкентай ініміз керек деп айтады бізге. Ақырындап соған дайындалатын шығармыз. Жаңа айта кеткендей, кеңею, көбею, жалпы қазақтың санын көбейту. Келешекке жоспар көп, мақсат айқын. Қазақ музыкасының көкжиегін кеңейтіп, әлемге паш етуді көздеген Әділжан Толықбаевтың ұлт жандылығына риза болдық. Кейіпкеріміздің бойынан музыканы жан тәнімен сүюдің ерен үлгісін көрдік. Табанды еңбек, өнерге деген сүйіспеншілік табысқа жетелеп, зор қошемет пен құрметке бөлер анық. Музыка майталманының өнер жолы мен өмір жолы лайым даңғыл болғай.